Жасып жабар жоқ, қорғаныс министріміз ана тілде алға деп бұйрық бере алмайды. Ұнамаса көшіп кет деген жауап берді ғой енді. Президенттің қызы өзінің бір мемлекеттің басшысы әкем-ау деп қазақ тілін менсінбегеннен кейін жаңа Қазақстан деп, жалпы әділетті Қазақстан деп бір өткенге бір есеп беріп, кем-кетігімізді жасырмай айтып жүрміз. Қашанғы бір қарапайым осы қазақ халқы осындай жері бар, осындай кені бар, елі бар жұрт. Бір 30 күн ауыз бекіткен адам бір айты бар ғой. Сол сияқты біздің осы өткен 30 жылымыз бір ауыз бекіткен сияқты сәресіні жаңағы мұнаймен біреуге беріп, біреулерге алтынмен ауыз аштырып жүрсек, біздің айт келіп өз елдің бір тойынатын, бір саяси жағынан да, ресми, рухани, дүнияви жағынан да толысатын кез деп өз басым есептеймін. Мен өзім запастағы лейтенантпын. Әскери саланы әбден түсінемін. Мәдениет саласына қарағанда, қорғаныс саласына миллиардтар бөлінеді. Ол жерде жемқорлықта өте көп, ақшасы көп сала болғандықтан. Ал енді әлім жеттік, бүгін ертең жойыла қояды деп айтпаймын, айта алмаймын. Бізде оны да рухтандыру керек, қазақыландыру керек біздің әскери саланы. Біздің енді жасып жабар жоқ, қорғаныс министріміз ана тілде алға деп бұйрық бере алмайды. Ол енді айтылып жүр, жазылып жүр. Өзіне өткенде эфирде неге қазақша білмейсіз, сол сізге сөйлемейсіз, сол сізге кейбіреулерге ұнамай жатыр ғой десе, ұнамаса көшіп кет деген жауап берді ғой енді. Яғни сондай жауап берді, оны эфирден көрді. Яғни біздің қорғаныс саласының құлжалары алға, отан үшін алға деген бұйрықтың өзін ана тілде бермейінше әділет орнайды деп есептемеймін. Біздің 30 жылдағы кемшілігіміз қандай екенін білесіздер ме? Біздің 30 жыл ел басқарған президентіміздің қыздары қазақша сұрақ қойса, можно я на русском дейді. Орысша жауап берсем бола ма дейді. Яғни президенттің қызы өзінің бір мемлекеттің басшысы әкем-ау деп қазақ тілін менсінбегеннен кейін ар жақ енді кімге ренжи аламыз? Бәрі қазақтың тілінде, қазақтың рухында тұр.